Барлықтарына сәлем, менің есімім Рауан, және де мен Асинвер атындағы медициналық университетінің 4-ші курс студенті болып табыламын. Бүгінгі видеода біз жалпы мынау 2-ші курс қалай болады, және де 2-ші курста қандай сабақтар болады, ол сабақтар қалай өтіледі, одан кейін аралық бақылауды қалай алады, және де сессияны қалай алады. Осылар туралы сөйлесетін боламыз. Одан кейін қазір мен мына жақта параллельно тир-листті құрастырып отырамын. Яғни бұл тир-листта S-тир ол сабақ өте қиын, яғни былай айтқанда фильтр сабақ. Яғни бұл сабақтан көптеген студенттер летоға, немесе перекурсқа, немесе мынау стипендиядан құлап қалып жатады. Ал D-тирда бұл жақта бізде оңай сабақтар болады. Және де осылай біз сабақтарды деңгей бойынша бөліп, солай түсіндіретін боламын. Тир-листімізді бастайтын бірінші сабақ бұл бізде ағылшын тілі. Бұл сабақты сендер бірінші курста өтулерің мүмкін. Бірақтан осы ағылшын тілін біз жалпы мынау 6 жыл бакалавриатта 2 рет өтуіміз керек болады. Осылай бізде 2-ші курста тағы да өтіледі. Одан кейін мен бұл сабақты C тиріне қоятын боламын. Бұның себебі мен жалпы ойлаған едім, ағылшын тілі оңай, және де бұл сабақтан стипендиядан немесе летоға қалдырмайды деп. Бірақтан экзамен жасап кезде мен бір-екі адамдарды байқадым, олар летоға қалып жатты. Енді жалпы бұл сабақ қалай өтілетін болады? Сендер бірінші апта келесіңдер, сол кезде сендерге мұғалімдердің мынандай А4 параққа пересказды беретін болады. Яғни сендер келесі апта келген кездерінде сол жаңағы пересказды жатқа айтып берулерін керек болады. Бұл пересказ ортақ есеппен 15-20 сөйлемнен тұратын болады. Енді осы кезде менің беретін кеңесім, егер де сендерде ағылшыннан базаларын төмен болатын болса, осы мәтінді алып, осы жасанды интеллектке жіберіп, соны оңай тілге ауыстырып алып, солай жаттап, солай апайларын айтып жүретін болсаңдар, сендерге де ыңғайлы болады, және де пересказды айтқан болып саналатын боласыңдар. Одан кейін бұл сабақтан аралық бақылау қалай алынатын болады. Жалпы бұл сабақ 15 апта болады негізінен. Одан кейін 7 аптада сендер 7 пересказды жаттайтын боласыңдар. Сол 8-ші апта аралық бақылауды тапсырған кездерінде апайдың алдына барасыңдар. Апайдың алдында 7 билет тұрады. Сол бір билетті таңдаған кездерінде бір пересказдың аты тұрады, сөйтіп сол пересказды айтып, аралық бақылауды тапсыратын боласыңдар. Сонда сендер 8-ші апта, яғни аралық бақылауды тапсыруға келген кездерінде сендерде 7 пересказды жатқа білулерің керек болады. Сол үшін бұл сабақ D-тир емес, яғни өте оңай емес, кішкене қиындау болып келеді. Но негізі жалпы сабақ оңай. Одан кейін бұл сабақтан қалай сессияны алатын болады, яғни емтиханды алатын болады. Бұл сабақ жалпы 2 этаптан тұратын болады. Сендердің барлықтарына 7-ші корпустағы лекцияға жинайтын болады. Сол лекцияда бір 6 группадай болып отырасыңдар. Одан кейін ең бірінші этап сендерге мынандай бір парақ береді. Сол парақта 20 ағылшынша сөздер жетіспей тұрады. Сендер сол жетіспей тұрған сөздерінде толтыруларын керек болады. Одан кейін 2-ші этап, жаңағы апайлардың алдына барасыңдар. Уже аралық бақылауда 7 пересказ болатын болса, бұл сабақта сендер 13 пересказды жатқа білулерін керек болады. Одан кейін сол бір билетті алғаннан кейін сол пересказды айтып берулерін керек болады. Осылайша бұл сабақ кішкене негізі қиындау. Ары қарай тир-листімізді жалғастырайық. Енді 2-ші сабақ бұл бізде анатомия сабағы. Мен бұл сабақты Б-тирға қоямын. Бұның себебі, естеріңізде болса, біз 1-ші курсты анатомияны толықтай аяқтап кеткен болатынбыз. 2-ші курста дәл осы анатомияны қайтадан өтетін боламыз. Бірақтан бір ғана айырмашылығы, енді біз ағзаның анатомиясын айтып болғаннан кейін, міндетті түрде оның қандануын және де жүйкеленуін айтып кетуіміз керек болады. Одан кейін 2-ші курстың тағы да бір плюсы анатомияны өтетін кезде, бұл жақта біз остеология менен миологияны қайтадан өтпейміз. Яғни бұл жүйелерді қалдырып кететін боламыз. Енді жалпы бұл сабақтар қалай өтілетін болады? Дәл сол баяғыдай 1-ші курстағыдай мұғалім келеді, одан кейін жаңағы препараттарды береді,
одан кейін 1 сағат өздерің дайындалып отырыңдар дейді. 1 сағат өткеннен кейін мұғалім келіп сол сабақты сұрап бастайтын болады. Осы кезде тағы да ескертіп кетейін, бір ағзаның анатомиясын айтып болғаннан кейін міндетті түрде оның қандануын және де жүйкелуін сұрайтын болады. Себебі екінші курстағы единственный айырмашылық осы болып табылады. Енді аралық бақылау қалай алынатын болады? Дәл сол баяғыдай жүйелерге байланысты бөледі, яғни жүйке жүйесі, одан кейін ас қорыту жүйесі деген сияқты. Мысал ретінде ас қорыту жүйесі болатын болса, онда мұғалімге барасың, одан кейін соқтағы кез келген бір ағзаны сұрайтын болады. Мысал ретінде асқазан. Одан кейін сол жаңа асқазан анатомиясын айтып беріп, қандану мен жүйкелуін айтып кететін боласың. Енді емтихан қалай алынатын болады, яғни сессия қалай алынады. Жалпы мысал ретінде менің потогымда бұл сабақтан біз ауызша тапсырған болатынбыз, ал кейбір потоктарда бұл сабақ тест түрінде алынды. Енді сендердің жаңағы программаларына байланысты болады. Егер де ауызша болатын болса, онда менің ойымша сендерге қиын болатын болды. Себебі мысал ретінде мен ауызша тапсырдым, сол кезде бүкіл мынау анатомияны жатқа білу керек болды. Кез келген ағзаның нервтенуін, ол ағзаның анатомиясын, одан кейін жаңағы қандануы деген сияқты. Ал егер де тест болатын болса, онда тест туралы видеоның ортасына қарай сөйлесетін боламыз. Сол кезде барлығы түсінікті болады. Одан кейін анатомияны Б тирға қойып тұрған тағы да бір себебі, мұғалімдер сендердің екінші курс екендеріңді біліп, сендерге жеңілдеу қарайтын болды. Себебі мұғалімдер де түсініп тұр, сендер бұны бірінші курста өткеткендеріңді және де жай ғана қайталап жатқандарыңды. Осыған байланысты кейбір кезде мұғалімдер тіпті тақырыпты да сұрамайтын болады. Келесі тир-листіміздің сабағы бұл бізде гистология сабағы. Жалпы гистология кафедрасы біздің университетте мұғалімдерді екі топқа жіктеуге болады. Бірінші топ мұғалімдер, бұлар тек қана қатаң түрде Афанасьевпен сұрайтын мұғалімдер, ал екінші топ мұғалімдер, бұлар бізде Аяповамен сұрайтын мұғалімдер. Егер де сенің мұғалімің тек қана Афанасьевпен сұрайтын болса, онда бұл сабақты смело С-тирға қоюға болады. Ал егер де сенің мұғалімің Аяповамен сұрайтын болса, онда А-тирға қоюға болады. Бұның себебі бізде Афанасьев кітабы ол өте күрделі және де ауқымды болып келеді, ал Аяповада ол жақта жеңіл тілде жазылған және де өте қысқа. Енді көріп тұрғандай бәрібір де бұл сабақ А-тирда немесе С-тирда тұр, яғни өте қиын. Бұның себебі бұл жақта бізде аралық бақылаудың алынуының ерекшелігіне байланысты. Жалпы бұл сабақ тура сол баяғы бірінші курстағыдай өтіледі. Яғни ең басында мұғаліммен бірге теорияны талдайтын боласыңдар, одан кейін екінші жаңағы препараттарды береді, одан кейін препараттарды көргеннен кейін сендер альбом толтырасыңдар и сөйтіп үйлеріне қайтатындар. Дәл солай болады. Енді аралық бақылаудың айырмашылығы бірінші курстан. Ең бірінші сендер білулерің керек, жалпы мынау бір жүйені аяқтайсыңдар, одан кейін мұғалімге сол жаңа мұғалімдердің аралық бақылауды алды. Сол кезде жаңағы кез келген фамилиясын айтады, сол студент барады да, одан кейін жаңағы мұғалім кез келген бір препаратты микроскопқа қояды. Ол микроскоп қойған кезінде ол препараттың аты, немесе там бояуын, былай айтқанда аты жазылмайды. Одан кейін сол препаратты ажырата алу керек болады. Көп студенттердің қиналатыны осы. Егер де сен препаратты ажырата алмасаң, саған автоматически 1-0 қойылады. Ал өздерің уже білесіңдер, аралық бақылауды 0 алу деген ол ортақ бағаны өте қатты түсіретін болады. Одан кейін не үшін көп студенттер бұл препараттарды бір-бірінен ажырата алмайды? Көріп тұрғандай, аралық бақылау ол бір жүйені аяқтаған кезде алынатын болады. Ал бір жүйеге жататын жеке гистология препараттары, олар бір-бірлеріне өте қатты ұқсас болып келеді. Яғни оларды ажырату қиын. Енді сессияға келетін болсақ, сессияда жалпы тоже алынудың екі түрі бар. Біріншісі ауызша, екіншісі тест түрінде. Менің ойымша тест түрінде ол оңайырақ болады, ал егер де ауызша түрінде болатын болса, ол өте қиын. Себебі бұл жақта 70-тен астам препараттар болады, одан кейін оларды бір-бірлерінен ажырата алу керек болады, еще оларды сипаттай алуың керек болады.
Енді бұл сабақтан өту үшін мен сендерге қандай кеңес беретін боламын. Ең бірінші, сендерге мұғалім препаратты микроскопқа қойып берген кездерінде, оны міндетті түрде телефонды алып, микроскоптан соны видеоға немесе суретке түсіріп алдыңдар. Одан кейін осылайша препараттарды ажыратып тренироваться етіңдер. Одан кейін әр апта сайын міндетті түрде альбомдарында толықтай толтырып жүріңдер. Яғни біз тек қана препаратты анықтай ғана қоймай, оны еще әдемілеп сипаттай алуымыз керек болады. Одан кейін үшіншісі, бұл бізде міндетті түрде реттілік, яғни рет-ретмен айта алу. Мысал ретінде мынандай жағдай болуы мүмкін. Бір студент препаратты анықтай алды, одан кейін реттілікті шатастырып айтуы мүмкін. Сол кезде жалпы білесіңдер, гистология кафедрасы мұғалімдерінің көбісі қатал, олар сендерге 40 немесе 30 ғана қоя салады. Сол үшін ең бірінші препаратты анықтауды үйренетін боламыз, екінші оларды сипаттауына дайындалатын боламыз, үшінші міндетті түрде реттілікке үйренетін боламыз. Ары қарай келесімізді жалғастырайық, және де келесі сабақ бұл бізде генетика сабағы. Мен бұл сабақты S-теріне қоямын, және де тіпті бұл гистология сабағынан да қиын. Енді жалпы бұл сабақ бізде қалай өтіледі? Дәл сол жаңағы цитология сабағына ұқсас, және де осы цитологиядан берген мұғалімдер осы генетика сабағынан беретін болады. Ең басынан сендер сабаққа келесіңдер, одан кейін альбомдарыңды тапсырасыңдар. Одан кейін альбомдарыңды тапсырған кезінде ол мұғалім сендердің сроп жұмыстарыңды тексеретін болады. Одан кейін осылай бізге сропты бағалайтын болады. Одан кейін сендерге Teams-қа кіргізеді, сол Teams-а сендер тестті тапсырып шығатын боласыңдар. Тестті тапсырып болғаннан кейін мұғалім сендерге әр аптаның жаңағы клиникалық есептері болады, сол жаңағы клиникалық есепті береді. Осы кезде генетика сабағының бір қиын жері, немесе тіпті кейбірлеріне плюс болып та саналуы мүмкін, бұл сабақ 3 сағат немесе 2 сағат болады, яғни клиникалық есептерді шешуге аз ғана уақыт беріледі. Осылайша клиникалық есептерді шешіп боласыңдар, одан кейін мұғалім қайтадан келеді де, одан кейін жаңағы клиникалық есептерді шешуге кез келген бір оқушыны шақырып, соны тақтаға сызып бер деп, соны сұрайтын болады. Жалпы негізінде цитологиямен салыстыратын болсақ, бұл сабақ именно практикалық сабақтары бірінші курстан қарағанда оңайырақ болады. Ал енді генетиканың нағыз қиын жері бұл бізде аралық бақылау менен және де сессиясы. Бірақтан мен түсінген бойынша генетика сабағы соңғы жылдары ол бізде дизачет сабағына айналды. Яғни жаңағы екі аралық бақылаудың бағалары қосылып, сол сессияның орнына қойыла салады да, сессия алынбайды. Енді аралық бақылауға тоқталайық. Бұл жақта жаңа сендерге билет береді. Осы билеттің ең қиын жағы сендерге диагнозды айтпайды. Яғни осы кезден бастап, яғни екінші курстан бастап, сендер генетика сабағынан диагноз қоюды үйренетін боласыңдар. Енді бұл сабақтан неге көбісі жаңағы стипендиядан ұшып кетіп жатады, летаға қалып жатады, перекурсқа қалып жатады. Бұның себебі көбісі осы дұрыс диагноз қоя алмайды. Егер сен диагнозың қате болатын болса, онда ойлай бер, сенде автоматически 0 деген баға. Одан кейін осылайша диагнозды шештің, одан кейін диагнозды шешіп болғаннан кейін тағы да саған көптеген теорияларды жатқа білуің керек болды. Яғни жол жаңағы диагноздың механизмі, одан кейін олардың жаңағы топтары, жіктелуі, былай айтқанда көп затты жатқа білуің керек. Енді жалпы бұл сабаққа қалай дайындалу қажет? Ең бірінші диагноз қоюды үйренетін боламыз. Себебі диагноз қойсақ, уже ары қарай бізге оңайырақ болды. Екінші осы теорияларға дайындалатын боламыз. Диагноз қоюды және де осы теорияны менде жалпы жеке курсым бар, соны сатып алып, сонымен менімен бірге дайындалсаңдар болады. Ал енді сессиясына келетін болсақ, бұл жақта енді өте қатты қиын. Себебі бұл жақта сендерде мысалы аралық бақылауларда бір 15 аурудың диагнозын бір-бірлерінен ажырата алуың керек болса,
бұл жақта уже 40 диагнозын бір-бірлерінен ажырата алуларын керек болады. Одан кейін ойлаулары мүмкін, ой, диагнозды қою оңай ғой деген сияқты. Бірақтан бұл жақтағы бір нюанс, бұл аурулар бір-бірлеріне өте қатты ұқсас болады. Сол үшін бұл сабақ бізде С тип. Келесі сабағымыз бұл бізде физиология сабағы. Жалпы бұл сабақты мен қиындық бойынша А тирға қоятын едім, бірақтан біздің кафедраның мұғалімдері аса қатал болмағандықтан мен бұл сабақты Б тирға қоямын. Енді жалпы бұл физиология сабағы қалай өтіледі? Ең басында мұғалім келеді, одан кейін бірге сол жаңағы теорияны талдайтын боласыңдар, яғни сабақ сұрайды. Одан кейін дисказмынуға кіріп, сол жақта сендер тест тапсыратын боласыңдар. Ол тест особо қатты қиын емес, бір 20 сұрақтай болады. Соның 10-ы өте оңай, 5-і средний, 5-і қиын болады. Одан кейін сабақты өтіп болғаннан кейін сендерге әр сабаққа бір аспап берілген. Мысал ретінде динамометрия, немесе ЭКГ, ЭЭГ деген сияқты әртүрлі аспаптар болады. Сол аспаптармен танысатын боласыңдар. Одан кейін келесі талдайтынымыз бұл бізде әрине аралық бақылаудың алынуы. Аралық бақылау қалай алынады? Ең бірінші сендер жаңағы теорияны тапсыратын боласыңдар. Бұлай бір билеттер болады, сол билетті аласың, сол билетте теорияға байланысты 2 сұрақ болады. Сол сұрақтарға жауап бересің. Одан кейін үшіншісі, екінші этапы, ол бізде жаңағы аспаптардың алгоритм бойынша айтып беру. Яғни әртүрлі аспаптарға олардың әртүрлі алгоритмдер жазады. Яғни бірінші өз-өзін таныстыру, екінші аспапты алу деген сияқты. Сол алгоритмді орындап боласың, одан кейін сені жаңа бақылайтын болады. Ал сессия қалай алынатын болады? Жалпы соңғы жылдары сессия тест түрінде алынып жатыр, бірақтан әрине өзгеріп қалуы мүмкін. Одан кейін, мысал ретінде менің кезімде біз физиологияны ауызша тапсырған едік. Біздегі бір ерекшелік, емтихан кезімізде бізден теория мүлдем сұрамайтын. Тек қана аспаптарды алгоритм бойынша айтып беретін едік. Мысал ретінде гемограмманы талдау, немесе жаңағы қан тобын анықтау, динамометрия, ЭКГ деген сияқты солардың алгоритм бойынша айтып береміз, и болды. Осылай біз емтиханды жабатын едік. Енді осы кезде айтып кеткім келетін зат, бастапқы 4 апта қиын болады, яғни жүйке жүйесі. Одан кейін негізінде ары қарай жеңілдеп қалады. Одан кейін тағы да келесі қиын бір жүйе, ол бізде жүрек қан тамыр жүйесі. Осы тақырыпта қиын, ал қалғандардың барлығы негізінде бұлай оңай. Теорияларға тағы да айтып кетейін, бір 10 бетпенен 30 бетте оқитын боласыңдар. Одан кейін ескертіп кетейін, бізде осы сабақтан да курс бар. Бұл сабақты бізде Әлібек деген бала жүргізетін болады. Есейше кейбір видеоларын көре алатын боласыңдар. Осы YouTube каналында салынады. Осы жерде ескерту керек зат, бізде жалпы 2-ші курста модуль қосылуы мүмкін. Модульдің қандай ерекшелігі бар? Мысал ретінде ағзалар жүйесі модулі бар. Бұл ағзалар жүйесі модуліне анатомия кіреді, гистология кіреді, одан кейін физиология кіреді. Енді бұл модульдің қандай үлкен плюсы бар? Мысал ретінде сендер стипендияда оқитын студентсіңдер. Сендердің барынша мақсаттарын осы стипендияны сақтап қалу. Осы кезде, мысал ретінде сендер гистологиядан онша емес тапсырып қалып, 50 деген бағамен жаптыңдар. Ал анатомияны өте жақсы оқып жүріп, 90 дегенмен бағамен жаптыңдар. Одан кейін физиологиядан бір 80 дегенмен бағамен жаптыңдар. Осы кезде сендерде модульдан ортақ баға шығады. Яғни, примерно бір 75. Осылайша, сендер 75 деген бағамен жапқан арқасында сендер стипендияда қаласыңдар. Хоть и гистологияны 50-мен жапқанымен де. Одан кейін ескерту керек зат, осы жерде мысал ретінде гистологияны 49 деген балмен жапқансыңдар, бұл схема іске аспайды. Себебі сендердің гистологияларында 2 деген баға тұр. Сол үшін летаны оқуларын керек болып қалады. Одан кейін енді модульдің минус жағын айтайық. Минус жағы соңғы жылдары осы ағзалар жүйесі модулынан бізде тест түрінде алып жатыр. Яғни, тест болған кездерінде осы 3 сабақты бір уақытта емтихан тапсыратын болсыңдар. Яғни, жаңағы хиромен кіресіңдер,
тестті басасыңдар, сол кезде 3 сабақ бір уақытта тапсырып шығу керек болады. Бұл өте ауыр. Одан кейін жалпы мына жаңа айтып кеткен болатынмын, тест туралы тағы да сөйлесеміз деп. Менің түсінгенім бойынша біздің мынау университетте көбінесе осы міндетті түрде кафедралар емтихан алдында претест беріп жатады. Ол претесттің жақсы жері емтихан кезінде кемінде 30% немесе 50%-дай келеді. Осылайша претестке жақсылап тұрып дайындаламыз. Одан кейін жаңағы 30 балдай келіп, сол 30 балындай алып аламыз. Одан кейін өзіміздің ары қарай білімімізбен 75-ке дейін апарып, жаңағы ортақ бағамызбен қосылып, осылай біз стипендияда қалсақ болады. Ары қарай келесіміз жалғастырайық. Келесі сабақ ол бізде биохимия сабағы. Көбісі ойлауы мүмкін, медхимия өте қатты қиын болды, енді биохимия да қиын болады деген сияқты. Бірақтан мен биохимияны А тирға қоямын. Бұның себебі медхимиядан қарағанда бұл кішкене жеңілдеу, бірақтан бәрібір де көріп тұрғандай А тирда тұр, яғни қиын сабақтардың бірі. Енді жалпы бұл сабақ қалай өтіледі? Ең басынан сендер сабаққа келесіңдер, одан кейін бірден осы кезде сендер билет тапсырасыңдар. Яғни мұғалім келеді, одан кейін билетті сендерге таратып береді. Сол билетте сендер мысалы 7-ші аптаға келіп тұрсыңдар, 7-ші аптаның тақырыбын сұрайтын болады. Яғни бірден сабақ сұрайды. Одан кейін сендер билетті толтырып болғаннан кейін мұғалім ол билеттеріңді жазғандарыңды жинап алады. Одан кейін сол жаңағы оқып келген теорияларында бірге талдайсыңдар, и осылай сендерде сабақ аяқталады. Сабақ аяқталғаннан кейін мұғалім сендердің жаңағы билеттеріңді тексеріп, хируға бағаларында қояды. Осы кезде жалпы биохимия кафедрасының мұғалімдері 2 типке жіктесек болады. Бірінші типтегі мұғалімдер, бұлар бізде билет бойынша, тек қана билет бойынша бағалайды. Ал екінші типтегі мұғалімдер сол жаңағы билетінді хоть нашар жазып берсең де, бірақтан жаңа сендер айттың, билет жазып болғаннан кейін теорияны талдайсыңдар деп. Сол теорияны талдаған кезінде сенен сабақ сұраған кезінде сен өте жақсы жауап беріп отырсаң, сол жаңағы теорияны жауап бергеніне байланысты бағалайтын болады. Но кафедраның негізгі мұғалімдері билет бойынша бағалайды, ал егер де жаңа теорияда жақсы жауап беріп жатсаң, сол жаңағы билеттің үстіне 5 немесе 10 балдай қосып береді. Одан кейін осы жерде ескерткім келетін зат биохимия 1-2 деп бөлінеді. Соның биохимия 1-і бастапқы апталар өте күрделі болады. Яғни жаңағы әртүрлі ферменттерді өтетін боласыңдар. Одан кейін мынау өте ауыр тұратын, бір-бірімен ары қарай жалғасатын кребс циклын өтетін боласыңдар. Осы тақырыптар өте қатты қиын болады. Ары қарай уақыт өте келе бұл сабақ жеңілдейді. Енді бұл сабақ не үшін А тир және де не үшін тағы да қиын? Көріп тұрғандай, бұл жақта тура медхимиядағыдай билет қана жауап береді бағаға. Одан кейін өте үлкен реакцияларды жатқа білулерін керек болады. Үшінші, мынау теорияға да жақсы білулерін керек болады. Осыған байланысты биохимия ол бізде А тир. Тир листін ары қарай жалғастырайық. Келесі сабақ бұл бізде микробиология сабағы. Жалпы бұл сабақ 2-ге жіктеледі. Біріншісі жалпы микробиология, екіншісі жеке микробиология. Жалпы микробиология ол оңайырақ. Сол үшін мен бұны Б тирға қоямын. Ал егер де жеке микробиологияны айтатын болсақ, онда бұл бізде А тир, яғни қиын сабақтардың бірі. Неге олай болды? Ең бірінші осы сабақтардың қалай өтілетіне тоқталайық. Ең бірінші жалпы микробиология. Сабаққа келесіңдер, мұғалім келеді, одан кейін бірге теорияны талдайсыңдар. Теорияны талдап болғаннан кейін сабақтың соңына қарай практикалық жұмысты жасайсыңдар. Яғни бір сабақта бір практикалық жұмыстан болады. Ол мысал ретінде грамм бойынша бояу, одан кейін бір егеу құйрыққа операция сияқты мини бір операция жасайтын боласыңдар, яғни крисаға. Енді келесі ол бізде жеке микробиология. Ең бірінші айырмашылығы жалпы микробиологиядан. Жеке микробиологияның теориясы өте ауқымды болады. Яғни бір кем дегенде 25 беттен 30 немесе тіпті 40 бетке дейін оқу керек болады.
Одан кейін сабақтың соңына қарай бір ғана емес 4-5 шақты практикалық жұмысты жасайтын боласыңдар, немесе соның теориясын мұғалімге айтып беру керек болады. Яғни көріп тұрғандай жеке микробиология қиындау. Одан кейін бұдан ғана қоймай бұлардың сессиясын тоқталайық. Жалпы мынау жеке, то есть жалпы микробиология, яғни микробиология 1, ол бізде дивзачет болады. Ал келесі мынау микробиология 2, немесе жеке микробиология, бұл жақта бізде ауызша сессия болады. Және де бұл сессия қиын. Не үшін қиын? Ең бірінші сендерге бір-біріне ұқсас диагноздар береді. Яғни бір 60 шақтыдай, мақұл, слишком арттырып жүрмін, 40 шақтыдай, немесе 50 шақтыдай диагнозды қоюларын керек болады. Ол мысал ретінде жаңағы Е. колимен уланған, немесе жаңағы спирохетта деген сияқты өте көптеген сендер білесіңдер, инфекциялық аурулар бар, соларды бір-бірінен ажыратып, дұрыс диагноз қоя алу керек болады. Дәл осы сабақ гистология сияқты, егер де диагнозды дұрыс қоя алмасан, онда сразу 0 қойылады. Енді сұрақ туындауы мүмкін. Мысал ретінде генетикада 30 ауру, бірақтан генетика сабағы қиындық жағынан S-тирді, ал жеке микробиология А-тир, бірақтан ол жақта аурулар көп, одан кейін тура жаңағы диагноз қоя алмасан 0 алып кетесің. Онда неге екеуі бір тирде тұрған жоқ деген сияқты сұрақ қойылады. Екеуі бір тирде тұрған жоқ, себебі микробиология кафедрасының мұғалімдері аса қатал емес. Осыған байланысты сабақ оңай болып көрінеді. Және де всегда, мен ойымша, уже екінші курс болған кейін сендер де түсіндіңдер, бүкіл сабақтың қиындығы тікелей мұғалімге байланысты. Енді кеңестерім, бұл сабақта қалай оқу керек болады? Ең бірінші, микробиология 1-ді айтайын. Бұл жақта теорияны оқып жүресіңдер, одан кейін міндетті түрде аралық бақылауларға практикалық жұмысты прям андай зазубрить етіп аласыңдар. Практикалық жұмыстар осы микробиологияның өзінің кафедрасының видеоларында да бар. Сол арқылы дайындаласыңдар. Бірақтан енді мынандай да случай болып қалуы мүмкін, микробиология бір дизачет емес, емтихан болып қалып. Егер де емтихан болып қалып жатса да, бұл сабақ негізінде оңай. Себебі сол жаңағы 13 па 14 па практикалық жұмыстан сессия алынады. Енді жеке микробиология. Ең бірінші бұл жақтағы біздің дайындалатын тактикамыз, бірінші әрине диагноз қоюға үйренетін боламыз. Диагноз қойып үйренеміз, яғни ауруларды бір-бірден ажыратамыз. Егер де мынандай реакция оң болса, ол значит мынандай диагноз, реакция теріс болса, мынандай диагноз деген сияқты. Одан кейін екіншісі практикалық жұмысқа дайындаламыз. Себебі практикалық жұмысқа 50 балл береді. Ал практикалық жұмыстарға дайындалу негізінен оңай. Ал үшіншісі барып ең соңынан теория, яғни зубрить ететін заттарды ең соңынан зубрить етіп аламыз. Одан кейін ескертіп кетейін, бізде осы сабақтан, яғни микробиология 2 сабағынан курс бар. Бұл сабақта өте көптеген практикалық жұмыстар түсіндірілген, одан кейін бүкіл теория жиынтықтары жазылған. Келесі ол бізде патология модулі, соның ішіндегі патологиялық анатомия. Жалпы мен бұл сабақты қиындық бойынша А-тирға қоятын едім, бірақтан біздегі кафедраның ерекшелігіне байланысты мен бұл сабақты Б-тирға қоямын. Бірақтан бәрібірде анатомия сабағынан қиынырақ болады. Енді жалпы бұл сабақ қалай өтіледі? Ең басын сабаққа келеміз, одан кейін бізден теорияны сұрап шығатын болады. Теорияны сұрап шыққаннан кейін препараттардың тізімін айтады. Сол препараттардың тізімін тура сол гистология сияқты толтырып альбомға жазып шығатын боламыз. Одан кейін сабақ бітеді. Енді аралық бақылау қалай алынады және де сессия қалай болады? Аралық бақылауда осы жазып жүрген препараттарды сұрайтын болады. Енді сұрақ туындауы мүмкін. Мысал ретінде дәл соған ұқсас гистология S-тирде, ал патологиялық анатомия Б-тирде тұр. Бұның себебі патологиялық анатомиядан хоть аралық бақылау алса да, немесе сессияны алатын болса да, олар микроскоппен препаратты бермейді. Яғни препаратты анықтау оңай. Тура атластағы фотоны жаттап аласың. Яғни айтқанда фотокарточкамен береді.
Одан кейін әрине фотокарточкамен бергеннен кейін ол препаратты анықтау оңай. Препаратты анықтау оңай болғаннан кейін оны сипаттап беру де оңай. Осылай бізде аралық бақылау да одан кейін емтиханда аяқталып жатады. Бірақтан байқағаным бойынша соңғы жылдары тіпті мен де патологиялық анатомия емтиханында тест түрінде өттік. Енді модульдің бір кемшілігін еске аламыз, яғни патология модулінің сабақтары бір уақытта тест түрінде алынады. Яғни сен бір уақытта фармакологияда, патологиялық анатомия және де патологиялық физиологияда дайын тұруын керек болады. Келесі сабақ бұл бізде патофизиология сабағы. Мен бұл сабақты А-ға қоямын. Бұның себебі бұл жақта да бізде диагнозы дұрыс қоя алу керек болады. Егер де диагнозы дұрыс емес қоятын болсақ, онда бағамыз төмен болады. Жалпы бұл сабақ қалай өтіледі? Ең басында сабаққа келеміз, одан кейін теорияны айтып беру керек болады. Одан кейін тест тапсырасыңдар, и осылай сабақ аяқталады. Енді аралық бақылау қалай өтіледі? Осы жақта патофизиологияның нағыз қиын жағы басталады. Себебі жалпы мына билеттерде екі ғана сұрақ болады. Біріншісі жаңағы пациенттің шағымдарын жазады, одан кейін оның жаңағы анализдерін береді, и соған қарап біз диагнозы дұрыс қоя алуымыз керек болады. Одан кейін сол диагнозын атына байланысты ары қарай теория бойынша сұрақ болады. Кейбір жағдайларда аралық бақылауларға тестті қосады, ал кейбір жағдайларда оны қоспайды да. Осыған ғана байланысты, яғни диагнозды табу үшін бұл сабақ қиындау болады. Ал сессиясын келетін болсақ, бұл сабақтан тест болып жатады. Одан кейін бұл сабаққа қалай дайындаламыз? Жалпы мынау мұғаліммен бірге теорияны талдаған кездерінде сендер патогенезді сызатын боласыңдар. Яғни патогенездік сызба бар. Осы сызбаны міндетті түрде конспектілеп жүріңдер. Осы сабақта конспектілеп жүргеннен кейін аралық бақылауда осы бүкіл патогенездерді оқып, жаттап алатын боламыз. Мүмкін міндетті түрде оны әрине түсінеміз. Одан кейін барып диагноз қоюға үйренетін боламыз. Яғни қандай кезде қандай диагноз болады. Бұл сабақ ойлауымыз мүмкін, эстерға да қоюға болады деген сияқты. Бірақтан бұл жақтың бір айырмашылығы диагноздарды бір-бірден ажырата алу оңай. Одан кейін бұл сабақтан бізде тағы да курс бар. Сол курста бүкіл патогенездік сызбалар бар. Одан кейін видео сабақтар бар. Яғни теорияны да түсіндіріп беретін боламыз. Бірақтан патофизиология сабағынан маңызды бір затты ұмытып кетіппін. Бұл бізде кейс стади. Яғни, егер де уақытларын үлгеріп жатсаңдар, сабақтың соңына қарай мұғаліммен осы кейс стадияларды шешіп шығатын боласыңдар. Енді сұрақ туындауы мүмкін, бұл кейс стадидің қандай маңыздылығы бар деген сияқты. Жалпы аралық бақылау ол жақта екі заттан тұрады дедім. Біріншісі жаңағы бір диагнозды жасырып береді. Одан кейін диагноз тапқаннан кейін оның теориясын айту керек болады. Екіншісі тест деді. Осы жаңағы диагнозды жасырып бергенде дәл осы 100% кейс стадидан алатын болады. Сол үшін, егер де мұғаліммен бірге үлгеріп кейс стади жасап жатсаңдар, онда міндетті түрде осы кейс стадидің жауаптарын дәптерлеріне жазып жүріңдер. Ал егер де үлгермей қалсаңдар, сабақтан кейін топтармен бірге жасаңдар, немесе достармен бірге жиналып, осы кейс стадиді жасап шығыңдар. Аралық бақылауда көмегі өте қатты тиеді. Ең соңғы сабақ бұл бізде фармакология сабағы. Бұл сабақтың ең бірінші ерекшелігі, бұл сабақта ешқашанда особо слив тарай алмайды. Себебі дүйсенбі күні азанға айбетке деп билеттерді бір бөлек береді, одан кейін вторник күнге азанғы түскі деп бөлек береді. Яғни сливтар таралмайды. Ал жаңағы мысалы патоанатомия, патфиз, генетика деген сияқты кафедрадалардағы сабақтарда слив оңай тарайды. Жалпы бүкіл сабақтар бүгін айтылып жатқан, солардың барлығында слив тарай алады, тек қана фармакологияда емес. Әрине бір редкий бұл случайлар болуы мүмкін, билеттің таралып қалуы, ол редко. Яғни мысалы ретінде пятница кіріп тұрсын, вторник күні тапсырған досының билеті саған келіп қалуы мүмкін. Мен бұл сабақты А-ға қоямын. Бұның себебі
бұл жақта информация өте көп жаттау керек болады. Одан кейін ең қиыны мынау препараттардың аттары, одан кейін бір-бірінен айырмашылығы бар механизмдері. Осыларды жаттау қиын болады. Но бұл сабақ S-тирға да қоюға болады, бірақтан біздің кафедра аса қатал емес, сол үшін А-тир. Енді сіздерде көптеген сұрақтар туындауы мүмкін, фармакология сабағы қалай өтіледі деген сияқты. Ең бастапқы аптада сіздер жалпы фармакология сабағына кіріспе өтесіңдер. Одан кейін маңызды тақырыптардың бірі рецепт жазуды үйренесіңдер. Жалпы мен рецепттерді екіге жіктей алатын едім. Біріншісі қарапайым рецепттер, яғни бір үш қатардан максимум немесе 2 қатардан ғана тұрады. Одан кейін күрделі рецепттер 4 немесе 5 шақты қатарлардан жазылады. Осы кезде тек қана мынау қарапайым рецепттерді үйреніп алыңдар. Бұның себебі келешекте аралық бақылау алған кезде де және де мынау 3-ші курсқа да өткен кезінде тек қана мынау қарапайым рецепт қана қолданылады. Редкий бір случайларда ғана күрделі рецепт қолданылады. Одан кейін осылайша біз рецепт үйреніп аламыз. Келесі сабақтың өтілу түрлері, сендер бір топты өтесіңдер препараттардың және де солардың өкілдерін. Яғни мысал ретінде сендерден мұғалім любой уақытта тұрады да, так, давай сен мынандай препаратты сипаттап бер деп айтады. Сол кезде осы препараттарды сипаттап жүретін боласыңдар. Енді айтатын кеңестерім, ең бірінші осы препараттарды топ бойынша жіктеп алыңдар. М-холиноблокатор, одан кейін гистаминдік холиноблокатор деген сияқты. И осылай топқа жіктеп алғаннан кейін ол препараттардың аттарын жазып шығыңдар. Енді айтулар мүмкін, ол препараттар тым көп қой деген сияқты. Егер де силабусқа түсіп қарайтын болсаңдар, сол кезде негізгі оқу керек препараттар жазылады. Тек қана сол препараттарға көңіл бөлетін боламыз. Себебі, мысал ретінде Харкевичта уже істен шыққан препараттар жазылуы мүмкін, ал қазір оны қолданылмайды. Сол үшін оларды жаттап әуре болмаймыз. Осылайша керекті препараттарды топ бойынша жіктеп алдық. Одан кейін топ бойынша жіктеген тағы да бір жақсы жері, олардың механизмдері бірдей болады. Яғни бір топқа жататын препараттардың барлығы механизмі бірдей. Яғни топтың ішінде тағы да топтар болады. Осылайша препараттарды жақсы тұрып түсініп алдық. Одан кейін кішкене мынау теорияны жаттауымыз керек болады. Себебі аралық бақылауды алған кезімізде 10 сұрақ тест болады. Одан кейін кез келген бір диагнозды береді. Сол диагнозға біз керекті препаратты жазуымыз керек болады. Одан кейін топ бойынша жаттаған жақсы жері диагнозды берген кезімізде, то есть берген кездерінде хотя бы тобымен препаратты угадать ететін болсан, онда аралық бақылаудан средний баға аласың. Ал егер де мынау дәл препаратты анықтап жатсаң, онда әрине жоғары бағаны алып, ары қарай осы сабақты оңай жаба аласың. Енді видеомызды қорытындылап кетейік. Көріп тұрғандай, S-тирда бірінші семестрде болатын 2 сабақта тұр. Осыған байланысты ең бірінші фокусымызды осы 2 сабаққа қоятын боламыз. Барынша осы сабақтардан аралық бақылауды төмен алмай, жоғары алатын боламыз. Сол кезде осы сабақтардан оңай өте аламыз. Ары қарай бізде А-тирда биохимия сабағы тұр. Одан кейін Б-тирда көптеген сабақтарымыз тұр. Ол мысал ретінде микробиология 1, одан кейін физиология және де анатомия. Одан кейін ағылшын тілі. Яғни бірінші семестрде бізде көп сабақтар аса қатты қиын емес, тек қана S-тирдағы тұрған сабақтар ғана қиын. Яғни осы екеуіне бүкіл фокусымызды қоятын боламыз. Ал енді екінші семестрге келетін болсақ, бұл жақта бізде фильтр сабақтар жоқ. Бірақтан бәрібірде қиын сабақтар бар. Ол бізде патофизиология, фармакология және де микробиология 2. Яғни екінші семестрде бүкіл фокусымызды осы 3 сабаққа қоятын боламыз. Одан кейінгі бізде патан тұр, одан кейін ағылшын тілі. Енді ең қиын сабақ ол бізде генетика екен, одан кейін гистология, одан кейін биохимия, одан кейін микробиология және патфиз, фармакология, физиология, патан, одан кейін ең предпоследний анатомия және де ағылшын тілі. Енді ойлап қалуыңыз мүмкін, жалпы осы тек қана 8 сабақ болады деген сияқты. Бірақтан тағы да бізде сабақтар болады.
яғни олар мысал ретінде психология, социология деген сияқты сабақтар болады. Олардың барлығы бізде Д тир.